Ертөстік қазақтың фантастик мифологиялық ертегілердің бірі. Егер сендер осы ертегіні осы мультсериалдан білсеңдер, онда фаза жоқ. Себебі жаман емес анимация және де өз кезіне керемет құлаққа жайлы дыбысымен. Әрине керемет графикамен. 2012 жылға. Ал егер 2016 жылы шыққан нұсқаны көрген болсаңдар, онда білмеймін, шемен шабдал жеңдер. Нақты түсінбедім, 2016 жылы шықты ма немесе одан бұрындау ма. Өйткені көп информация таба алмадым. Қанша бюджетпен жасалғаны және де не оймен жасалғаны белгісіз болды маған. Бюджетсіз жасалған секілді. Бір пачка сухарикке. Көріп отырып анимацияның сапасыздығы, текстураның сапасыздығы, бір-бірімен үйлеспейтін моделькаларды байқадым. Біразы алдар көседен, біразы сапасыз аз уақытта жасала салғандай, ал біразы тегін интернеттен алынғандай болды. Анимациясы баяу және дірілдеп қалған. Арасында тіпті жоқ. Көбінесе кейіпкерлер эмоциясыз, робот секілді бір қимылды қайталап бетіне қарап тұрады. Шыны керек, осындай сәттерде күлгің де келеді. Жарайды, түсініп тұрған шығарсыңдар, анимация жаман сапада екен. Енді бұған біз біраздан соң оралармыз. Сюжетке келсек, мүмкін бұл жағы керемет болар. Бұл шедеврде 1,5 сағат жүретін сюжет былай. Бір бай өмір сүріпті, Ерназар деген. Оның 6 ұлы болыпты. Бір күні балдары күніге бір тірлікті істей беріп ағыра шығады. Және барлығы үйленгілері келіп әкесінен сұрайды. Сұрауымет қалайды. Ал әкесі өз басын ойлап қалған таза эгоист екен. Бұны еске сақтаңдар. Себебі ол балдарын жібергісі жоқ. Себебі ертеңгі үйдің жұмысын кім істейді деп. Және бір үйдің балдары болғандықтан бір үйдің қыздарына үйленіңдер дейді. Немере сүюге жыланеш жоқ, натаң походу. Балдары әрине амал жоқ келіседі және жолға шығады. Алла келсе чмо екен таза, қолынан түк келмейді. Не үйдің малын қарай алмай бәрін босатып жоғалтып алады, не аң аулай алмайды. Сол бір сәтсіз аң аулау кезінде ол астан кестен шыққан бір ауылшыққа тап болады. Ол ауылды бір мыстан қиратып кеткен болатын. Неге? Көтің тасқа еге деп па? Себебі ол сиқыры арқылы бір бала оның түбіне жететінін біліп, барлық ауылдарды қирата бастайды. Бірақ әрине бір бала тірі қалады. Оны біздің чмоштың тауып алады да, және сүйкімді таныстықтан кейін ол оны бәйімшесіне апарады да, баладан тамақ жасауын талап етеді. Каннибал емайы. Ал бәйімшесі ерегісіп қуасың ба деп екеуі ұрсып тұрғанда, кеше туылған бала бесіктен секіріп түсіп, естіп қойды ау деймін тамақ болайын деп тұрғанын жүгіре жөнеледі. Чмоштың артынан қолайды. Және өте біртүрлі сценадан кейін әлгі бала жас жігітке өсіп кетеді. Қызға киіммен және де саутымен өз размеріне. Чмоштың жылап отырғанда баланы жамандап, тамағым өсіп кетті деп. Кесіне плюс емес пе, өсті демек етті көп. Плюс всегда бар, ты чё? Төстік, оған осындай ат қойды, оларға тамақ жасап береді. Жоңалған малдарын жинап. Жаңа ғана жамандап отыр едің, ой, шақ баса. Қара бет. Үшеуінің әңгімесі барысында Төстік олардың ағалар бар екенін біліп, оларды іздеуге барады. Бірақ ол кезде де шалдың жіберуге жыланеш жоқ, эгоист. Жолға аттанып бір қалаға жетіп, бітпей қалған ойынның локациясына ұқсайтын бір қалаға келіп, біртүрлі екен таза. Ол ағаларын іздейді. Ең қызығы біртүрлі түрмен. Бір сөзді қайталай беріп. Солай ағаларын іздеп жүріп, ол Кенжекей атты бір қызды жолықтырады, өзінің болашақ жарымен. Ағаларын табады, ағалар үйге қайтқылары келмей, гүлді иіскеп қайтқылары келіп кетеді. Бірақ жарсыз қайталмайтын түсініп, не істерін білмей отырғанда, жаңа ғана алдына билеп жүрген қыздар келіп, бізде как раз жетеміз ғой, үйленейік дейді. Және бәрі келіседі. Оңай екен да бұларға. Танысусыз, көрісусіз үйлене сал базар. Және ертөстікке де қыз табылды. Себебі Кенжекей осы қыздардың қарындасы болып шығады. Және бәрі үйге қайтады. Керемет. Ал үйінде олардың анасы мен эгоист әкелері қуанып тамақ жеп отқанда оларға мыстан келеді. Ертөстік оны өлтіретін бала екенін біліп, және де оны бұл үйде жоқ екенін біліп, білмей тұрып шалдың басын шауып алып, ол оны басқа жақта екенін біледі. Және шалға оны алдап тау маңына жіберуін талап етеді. Аты өлесің деп. Шал әрине келіседі. Таң қалмаймыз. Таң атқанда барлығы оралып, шал ертөстікке ұрсып, тауға барып өз қалпағын тауып келуді сұрайды. Сұрамайды, талап етеді. Бұл шалды мен негізі түсінбедім. Басы қиындықта болғанда ертөстік оның малын тауып берді, тамақ тауып берді. Тіпті ағаларын тапса бұл бәлеге аз. Бәле ізденген екен. Қысқасы ертөстік сол жаққа аттанады және Кенжекей берген айна арқылы кемпірді жеңеді. Эмоциясы жеңеді екен жүгіріп. Кейін ертөстік әкесінің тұмағын тауып, үйіне қайтады. Және 10 минуттай таныс болған қызға үйленіп, ағаларымен және эгоист әкесімен маханымен өмірін жалғастырады.
деп айта салсам болатын еді, бірақ жоқ. Бұл мульттың тек 30 минуты, ал алда әлі 1 сағат бар. Ол 1 сағатта басты кейіпкер алыппен шайқасып, қожықта толы үңгірге түсіп, таза эпик түрінде шайқасып, алып екі көрікті жолықтырып, қаңқа әскеріне тап болып, олармен шайқасып, 3 досты тап болып, 3 досқа тап болып, бір ханның қызын іздейді. Қыздың әкесі келіп, қыз үшін бір түрлі көзі шығып кеткен китайцпен қақтығысады. Қысқасын айтқанда, сценаристердің ойына не келді соны ұра бергендей бар ғой. Мульттың бастапқы 30 минуты расымен де қазақтың ежелгі жеріне ұқсас көрінеді екен. Базар жоқ, расымен де. Қалған минуты түсініксіз сәттерге толы Warcraft'тың сәттеріне ұқсайды. Кейіпкерлерге келсек жалпы, бір-біріне ұқсамайтын, көрініп тұр біразы скачать баннерге орка бесплатно болып тұрғанын. Ал студия өз жасаған моделькалар жай ғана бір қыздың моделькасын алып, контрол деп ұра бергендей. Басты кейіпкердің дизайны келсе, көбінесе претензия жоқ, бірақ көздің ортасы шілей көп правил кетіпті де, сол бір түрлі болып тұр өзіме. Ал өзінің мінезіне келсек, ақымақ жүрген. Бір сөзді қайталай беретін, бірақ сөзбен жексіп тастайды екен. Сол үшін кешіреміз енді. Анимация. Егер кадрда бір-екі кейіпкерлер болса, онда сәл-пәл болсын жаман емес. Бірақ липсингі ойнап кеткен. Бірақ кадрда 10 шақты адам болса, немесе одан көп болса, бір-бірінің қимылын қайталай беретінін байқаймыз. Әсіресе мына сәтте. Қыздар бір биді қайталап тұр, бетке қарап, ал артында жігіттер кімнен тыстай біліп тұр, базар. Осындай мульт бүгінге. Бұл түк сапасы жоқ, 3-4 адам дыбыстаған, болмашы моделькалармен және де қуған сюжетпен жасалған мульт. Бірақ бәрібірде бұл оған қазақ меміне айналуына қиындық бермейді. Мемге мақтайды деп ойламаңдар. Ал осымен бітті. Сендермен болған мен Олжас Тоқбай. Сау саламат болыңыздар.